Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің каналымда өте ерекше тағам түрін дайындап көрсететін боламын. Видеоны соңына шейін қарауларыңызды сұраймын. Бүгін сіздерге күрке етінен жасалған дымламаның жасалу түрін көрсетемін, жолын. Яғни мінекей күрке етін осылай жақсылап тазалап, бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп, осындай сан еттері қалыңдау болғандықтан, оны осылай пышақпенен әр жерден осылай кесіп жібереміз. Тұздықтары сіңіп, дәміне кіру үшін арасына осылай кесіп алсаңыздар болады. Мінекей сан еттері менде және де қанаты төс еттерінен пайдаландым. Ыстық болып келеді бұл күрке еті, өте жесеңіздер, дымлама етіп жесеңіздер, жұмсақ етіп, өте керемет дәмді болып шыққан, осылай жасап көрсеңіздер болады. Мынау төс еті менде турап жатқан жұмсақ төс еттерін және қанаттарын духовкада пісірсеңіздер болады. Ал сан еттері, басқа жақ еттері қалыңдау келеді, сол себепті духовкада сәл қатты болып қалуы мүмкін. Қазанға салып дымлама етіп пісірсеңіздер жұмсақ болып пісетін болады. Неге төс еттерінің барлығын да осылай кесіп, өзімізге ыңғайлы түрде кесіп дайындап аламыз. Күрке етін дәл осылай бүткіл күйінше турап, қазанға салып, май қоймастан пісірсеңіздер де болады. Әркім өз жаңағы идеясымен неше түрлі етіп пісіріп жатады. Мендегі осындай түрі, бұнда қолданып пісіріп көрсеңіздер болады. Енді бізге картоп керек. Картоптарымыз езіліп кетпеу үшін осылай тек қана ортасынан бір бөлікке бөліп турап алатын боламыз. Және 3-4 пияз менде майдалау, сондықтан 4 пияздай қостым. Оны дөңгелектей етіп, осылай ірілеп етіп, турап оны да саламыз. Және де менде осындай дәмдеуіштер паприка, тұз, қара бұрыш, және де базилик бар мұнда, және де әмбебап приправасын қолдансаңыздар да болады. Барлығын салып, тұзды көбірек салсаңыздар сіңімді болады. Енді барлығын қолымызбенен жақсылап араластырып аламыз. Менде еттілеу жерлерінен алғаным үшін кішкене осындай сұйық майдан құйдым. Егерде күрке етін толықтай пайдаланатын болсаңыздар, басқа жерлерінде майлары бар, сол себепті май қоспасаңыздар да болады. Енді бізге осындай көкөністер қажет болады. Менде бұл жерде болгар бұрышы, укроп және де осындай пекин капустасы. Бұлардың барлығы менде мұздатылған. Оның барлығын осылай ертмеген күйде араластырып жібересіздер. Суы шыққан жағдайда сол суыменен пісіре береміз. Өйткені бізге сулы болып піскені де дұрыс. Осылай барлығын араластырып аламыз. Өте керемет, көрінісі де, дәмі де керемет болып шыққан. Осылай маринадтап қоямыз. Дайын еттерімізді енді бетінен осылай пленкаменен жауып маринадтап 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Яғни бұл арада барлық тұздары, дәмдері сіңіп, бірден пісіріп жібермейсіздер, осылай маринадтап қоятын боламыз. Дәмдері сіңіп, дәмі әдемі келетін болады. Осылай толықтай жабамыз, 1 сағатқа маринадтап қоямыз.
Мінекей біздің салмаларымыз дайын. Енді қазанымызға дәл осы күйінде саламыз. Барлығын лаж болса астыңғы жақтарына еттерді, сүйек үлкен бөліктерін салуға тырысыңыздар. Сол кезде оңай піседі, тезірек пісетін болады. Картопты бет жағына салғандарыңыз дұрыс. Мінекей өзінің суы шыққан, барлығын бірге саламыз. Мінекей барлығын бірге салып, картоптардың бетіне түскені дұрыс. Осылай бетін жауып, отқа қоясыздар. 1 сағаттың көлемінде жай ғана отта 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Яғни ертерек маринадтап қойсаңыздар, 1 сағаттың ішінде тамақтарыңыз пісіп шығатын болады. Мінекей бізде пісіп жатыр. Дәмі де, иісі бүткіл үйді алып, өте керемет болып пісіп шықты. Мінекей паприканы көбірек қолдансаңыздар болады. Менде табиғи болу үшін ондай өнімдерді көп қолданған жоқпын. Немесе томаттан соус жасап қойып жүрсеңіздер болады. Өте керемет, жұмсақ болып піскен. Осылай дайындап көрсеңіздер де болады. Мінекей өте керемет, жұмсақ, балдарға да, үлкен кісілерде барлығы қиналмай оңай жейтін болады. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле отырыңыздар. Менің каналымда өздеріңізге керемет және ұнайтын, пайдалы видеоларды таба алатын боласыздар. Ұнап жатса лайк, комментарий бөліміне пікір қалдырып кетсеңіздер болады.